Саламатсыздар ма? Бүгін біз рекассада сменді қалай жабу керектігін үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен смен қай уақытта жабу керек? Смен ашылады. Сіз ең алғашқы чекті ұрғаннан бастап смен автоматически ашылады. Ал сменді алғашқы ашылғаннан кейін 24 сағаттың ішінде жауып үлгеру керек. Өйткені 24 сағаттан кейін ол блокировкаға түсіп қалуы мүмкін. Ал егер 24 сағаттан ішінде ертерек жауып берсеңіздер де болады, тек 24 сағаттан кейін емес. Ал ол үшін чекті сменді жабу үшін күн есебі дегенді таңдап аламыз. Сіздерде ол итоги продажи деп тұруы мүмкін. Осы жерде текущий смен тұрады. Сіздер сол текущий смен дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерге текущий сменде, яғни ағымдағы сменде ұрылған чектердің тізімдері шығады. Сол жерден X отчет дегенді таңдап аласыздар. Міне X отчетымыз шықты. Енді осына закрыть смену деп жабамыз. Қалыпты жағдайда бұл жерде сізден пин-код сұрайды, рекассаңыздың пин-кодын. Сол пин-кодты теріп ОК деп бассаңыздар, смендеріңіз сәтті жабылады. Ал бұл жағдайда бұл рекассаның қолданушы, яғни сменін жаппаған болып есептелген, яғни 72 сағат өтіп кеткен, смен ашылғаннан бастап 72 сағат уақыт өткен. Сол себепті кассовый аппараты блокировкаға түскен. Жалпы сменді жабу осылай жүзеге асырылады.